Всем привет, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен, құрбыма шұғыла деген соған, сыйлық жасағам. Соны сіздерге бокс сияқты қылып жасап, сіздерге көрсетейін дегенмін. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Видеоның ар жағында тұр, қазір көрсетемін. Міне достар, осындай бокс жасап, мынаға ЛП деп жазған. Кеше өтіріп отырып асығып тест жасадым сіздерге. Осындай түстер шығадым. Еще достар, бізде мынандай ручка алып келген. Мама, папа, айтамай қалдым, короче. Сабақтарға заттар алған кезде осындай ручка сұраған мен мамадан. И мынау еще жылтырлақ екен, еще иістері бар. Мына қараңыздар. Бұл негізінде ашық қылып көрсетіп тұр, мына эффект. Бірақ бұл серияға ұқсап тұр, бірақ серия емес, бұл жабық көп тұр. Шынайы. Бізде тесте салайын. Мынаның ішіне бірінші мынандай батыр салайын. Қолдан жасадық. И екінші часть болады мынандай. Пеналдың ішінен заттырдым. Қолдан батыр сияқты жасадым. Сабалайын екі сквишті. Сосын түсіремін. Достар, мен мынаның ішіне салдым екі батырды. Мына симаған соңызда кезайып салам. Теперь мынандай суретінен қараңыздар. Золотой. Қараңыздар, судың түсіне ұқсайды тұр, бірақ судың түсі емес. Видеода күшті көрініп тұр, бірақ эффект сондай болып тұр. Мына жерде иісі құлпынай болып тұр ғой, мына қызылдар. Шариктер, жүректер, и потом мынандай екі жүрек. Амира деп тұр, мына жақта шұғыла деп тұр. Мынаны салайын. Мына түс негізінде сері сияқты көрініп тұр, бірақ көк. Ал мынау сары. Қазір салайын достар, сосын түсіремін. Салдым міне. Екінші часть сразу болады достар, айтайын. Сразу салам, сіздерге қызық еткені. Мен бұны еще тегін беремін. Теперь мынандай наклейка. Чехолдың артына тағып қойсаңыздар, тағып қойса да болады. Өстіп заказ қабылдайын ба достар, клетканы селектор салып. Промадем салған. Салайын, потом түсіремін. Салдым. Теперь так, мынандай сурет салайық. И мынандай сумка медина жасалған. Достар, теперь менің артымнан барлығы жасалып болды. Менің артымнан осындай екі парақтар. Екі-ақ штук емес, достар, ішінде бір бәле штук бар. Білмеймін неше штук екен. И потом екінші часть көріңіздер достар, сол кезде айтамын мыналар.